Жігіттер, ошын біз Шымкент плазаға барған кезде кидоктың местоположениесі резко өзгеріп кетті. Біз қазір сол паркке келген болатынбыз. Вот кидок осы жерде отыр қазір, примерно ана жерде көрсетіп тұр бізде. Әне отыр ма? Ана жақта біреу отыр. Бол, кет. Сука, ұстамайынша ойладым ма? Разы отырсын барыш. Ой, бля, қолымнан келе ма? Смело кеш, өзім-ақ күтіп аламын. Сука, ұстамайынша ойладым ба? Барлығына ассалаумағалейкум жігіттер, сендермен бірге әдеттегі мен Мансұр. Бүгінгі видеоның тақырыбынан немесе превьюдан көргендерінде біз бүгін қайдадан қалай мен кидокқа барғанымды және оны ұстағаным жайлы айтатын боламын. Өздерің көріп отырған, яғни мен қазір видео түсіріп отырған мынау аккаунт, осы аккаунтты кидок ұрлап кеткен болатын. Как-никак бұл аккаунт өте мажорский, яғни имуществосы көп болғандықтан мен аккаунтымды қайтару үшін барлығын жасадым. Бірақ та бұл кидокты ұстау басқаларға мүлдем ұқсамайды. Бұның өзінің бір особенный жері бар. Не дейсіңдер ма? Кидок менің не қаламнан емес, не менің жақын районнан емес, басқа қаладан болды. Яғни мен Тараз қаласында тұрсам, кидок бізде Шымкент қаласынан болып шықты. Бағана айтқандай, мына аккаунттың имуществосы көп болғандықтан мен Тараз қаласынан Шымкент қаласына жолға шығып, осы аккаунтты қайтару үшін барлығын жасадым. Сразу мен аккаунтымды ұрлап кеткен кезде мен өзім хакер досыма звондадым да сол кидоктың IP адресін біліп беруді сұрадым. Ақыры үйтіп IP адресін ашып қарасақ, ол бала бізде Шымкент қаласынан болып шықты. Ол кидоктың Шымкенттен екенін білгеннен кейін менде сәл-пәл үміт үзіліп бастаған едім. Но мен прям 2-3 сағат үйсіп жүріп ойландым. Аккаунт маған как-никак қымбат болғандықтан, по-любому мен оны табуым керек деп, досыма резко звондап, екеуміз Шымкент қаласына кетіп қалған болатынбыз. В общем, жігіттер, мен Шымкент қаласына келген болатынмын. Мына жақта үйім снимать етіп, как положено бір күнге. Қазір сендерге үйдің полный обзорын істейтін боламын. Мен мынау бірінші комнатасы жатын бөлмесі. Мына жақта мен киімдерімді істеп қойдым. Ана жақта бір тағы дос болған бар, оны потом көрсетем сендерге. Мына жақта жататын планшет бәрі тұр. Ана жақта сумкам тұр. Қазір сендерге екінші комнатасын көрсетем. Вот жігіттер, мына жақта осындай. Мына жерде бізде ванный, туалет, ана мынау, душ. И потом мына жерде отыратын, өзі бірақ комнатный, екі-ақ бала болғаннан кейін снимать ете салған болатынбыз. Тамақтар, анау ішкен. Қазір енді ана баланың адресін көрдім мен. Шымкент плазада отыр екен, или Шымкент Сити ма, қазір нақты білмеймін. Барған кезде полностью айтатын боламын. Олай болса мен шыға берейін, видеоны ары қарай потом далада жалғастыратын боламын. Вот жігіттер, если что, біздің Атамұра деген ЖК-дан Шымкентте тұратындар білет деген ойдам. Көрсетейін сендерге. Қазір сендерге двордың полный обзорын, полный болғанда сәл дворды сендерге көрсететін боламын. Вот жігіттер, бізде дворнандай, BI групптың, то есть шкасы. Понятно, онша қатты қымбат болған жоқ, 2 күнге снимать еттік. Вот сендерге мына жақта тұрамыз біз что на домда. В общем, жігіттер, қазір Шым Ситиге барған кезде дальше видеоны жалғастыратын боламын. Ана кидоктың геолокациясы сол жақта көрсетіп тұр екен. Қазір барып конкретно сөйлесу керек. Айтпақшы, сендерге айтуды ұмытып кетіппін. Осы уақыт болмас бұрын түсте үйде жатқан кезде мен досынан сообщение келді, что кидоктың местоположениесі өзгеріп кетті деп. И оказывается, мен досым даже сол кидокпен сөйлесіп үлгерген и айтқан, что ол кидокқа барамыз деп, ал кидок оған мынандай голосовой сообщение жазып жіберген. Ой, бля, қолымнан келе ма? Смело кеш, өзім-ақ күтіп аламын. Мына сөзден кейін мен сәл-пәл жынданып кеттім, потому что кидок еще мен аккаунтымды ұрлайды да, еще смело кеш күтіп аламын дейді. И біз анау местоположение өзгеріп кеткеннен кейін қай жерде отырған досым маған геолокациясын жіберді, и мен қасымдағы досыммен сразу сол паркке барған болатынмын. Жігіттер, біз Шымкент плазаға барған кезде кидоктың местоположениесі резко өзгеріп кетті. Біз қазір сол паркке келген болатынбыз. Вот кидок осы жерде отыр қазір, примерно ана жерде көрсетіп тұр бізде. Әне отыр ма? Ана жақта біреу отыр. Бол, кет. Секір. Маған достар. Отыр ғаным, бля. Сука, ұстамайынша ойладым ма? Разы отырсын араш. Вот жігіттер, ана парктың ішінде жалғыз өтіп отырмын. Сука, ұстамайынша ойладым ба нақ.